Елбасының «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласында тұтас қоғамның және әрбір қазақстандық санасын жаңғыртуға бағытталған бірнеше концепция мен бағыт-бағдар бар. Соның ішіндегі прагматизмнің бөлімі қазақстандықтар үшін қоғамның өмір салты үшін аса маңызды саналады. Осы бөлімнің «Үнем қоғам қуаты» атты арнайы жобасы да өте маңызды. Оның негізгі мақсаты қазақстандықтардың бойындағы прагматизм дағдыларын дамыту. Үнем қоғам қуаты арнайы жобасының аясында қазақстандық жастар арасында биік талғамды қалыптастыруға, қоғамдық мінез-құлық нормаларын дамытуға, кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Арнайы жобаның негізгі қағидасы: қоғамдағы әр деңгейлі ресурстарды орынмен тұтынып, бөлуді мақсат тұтқан прагматикалық өмір салтын Қазақстан халқына дарыту. Оның негізгі артықшылықтарын түсіндіру. Прагматизм өзінің ұлттық және жеке байлығын нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағını жоспарлай алу. Ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі орынсыз сән салтанат емес, керісінше ұстамдылық, қанағатшылдық пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдалану көргенділікті көрсетеді. Мысалы, жер бетіндегі қолдануға болатын табиғи су көздері климат өзгерісі, құрғақшылық және ластық себебімен азайып барады. Тұрмыста қолданылатын су осы қауіп төніп тұрған су көздерінен қамталады. Су үнемдеу үшін кейбір әдістер осы су көздерінің әрі бюджеттің сақталуына көмектеседі. Ас үйде жұмсалатын судың көбі ыдыстарға кетеді. 4 адамдық бір отбасының бір күндік лас ыдыстары қолмен жуылғанда шамамен 100 литр су кетеді. Осыған керісінше ыдыс жуатын машиналар осы істі 12 литр сумен тындырады. Сондықтан ыдыс жууда ыдыс жуатын машинаны қолдануымыз керек. Жеміс пен көкөністі жуған кезде шүмектің астына ұстағаннан гөрі бір ыдысқа су толтырып жусаңыз, су үнемдейсіз. Осылайша ыдыста қалған суды гүл суаруда, балкон тазалауда пайдалануға болады. Тұрмыста қолданылатын қарапайым үнемдеу әдістері арқылы судың қорғалуына көмектесуге болады. Суды қорғау өмірді қорғау деген сөз.